Сәлем әлем, қош келдіңіздер Реал Шымкент парақшасына. Бүгін сіздердің назарларыңызға жаңа жарқыраған осындай Нұртас мөлтек ауданының дәл ортасында орналасқан үйімізді обзор жасауға келіп тұрмыз. Мына қараңыздаршы, не деген тамаша заманауи үлгідегі үй. Бұны қазір полностью пока ішінен бастап жатырмыз. Соңына дейін көреміз. Қазір сыртында обзор жасайтын боламыз. Үйіміздің ішіне кіретін болсақ, осындай кең кіре беріс, төбе биіктіктері мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, 3-те 5-6-ны құрайды. Теплый пол мінекей, кафельденген, тамаша жарасымды заказбен жасалынған қымбат есіктер орнатылған. Дизайн енді керемет дизайн, 3 бірдей сан торап бар. Мынау бірінші сан торап, бұл жерде барлық раковина, унитаздың бәрі орнатылған. Бұл бірінші сан торап болып саналады. Ал мына үйіміздің ішіне кіретін болсақ, мына қараңыздаршы, не деген тамаша әдемі соңғы проектпен жасалынған кең холл бөлмеміз. Холлдан сразу сол жағына, то есть оң жағына кіретін болсақ, осындай тамаша отбасылық ас бөлме. Бұл жерде тек жиһаздар ғана орнатылмаған, әлі мінекей кухонный жиһаз, котельная орнатылған, ТВ-зона өте кең. Мына жерде ас бөлме болғандықтан бұл жерде тамаша панорамный терезелер, үйге жарық, көрік беріп тұратын, еще есігіміз бар, террасаға шығып кететін. Бұл біздің ас бөлме болып саналады. Ал ас бөлменің қарама қарсында үй егелерінің осындай мастер спальнясы мінекей. Бұл бірінші жатын бөлмеміз. Бұл жерде де мінекей тамаша жарасымды люстры, шторы, мінекей төбедегі полностью освещение, бра, мінекей, все со вкусом, мінекей, тамаша. Бұл біздің бірінші жатын бөлмеміз. Мына терезесіне мән береміз. Қараңыздаршы, не деген керемет көрініс. Үй егелері прям аулаға қарап, рахаттанып, бала-шағасын қадағалап, үйге кім келіп кетіп жатқан бәрін көріп отыратын өте үлкен терезесі бар екен. Ал мынау осы мастер спальняның жеке өзінің жуынатын душевойы, раковина, унитаз, прям все көріп тұрсыздар. Дизайнерский ремонтпен әдемі жарасымды, үйлесімді орнатқан барлық ішіндегі несінің бәрін, сантехникаларын. Ал мынау біздің, қараңыздар, жаңағы айта кеткен отбасылық өте үлкен кең холл бөлмеміз, ТВ-зона, жарасымды люстры, шторы. Мына қараңыздар, прям все со вкусом, өте әдемі жарасып тұр. Бұл біздің холл бөлмеміз, ТВ-зона. Барлық жерде өздеріңіз көріп тұрғандағыдай өте қымбат, жоғарғы сапада жасалынған ремонт. Ал мынау бізде қараңыздар, не деген тамаша қонақ күтетін зал бөлмеміз. Бұл жерде де мінекей үйлесімді, все со вкусом, не деген кереметіне. Қараңыздар, шторыға мән береміз, таза велюр, таза мінекей материалдарының бәріне мән береміз. Қараңыздаршы, өте қымбат материалдармен жарасымды. Бұл біздің зал бөлмеміз. Кеттік ары қарай, және де 3 бірдей жатын бөлмеміз қалды. Ал мына жерде мінекей аркамен кіреміз. Бұл жерде бізде 3 бірдей жатын бөлме. Мына аркадан кірген кезде оң жағымызда бұл гардеробныйға орын қарастырылған. Бұл жерде де теплый пол орнатылған. Мынау біздің бірінші балдарға арналған детская комнатасы. Бұл жерде де мінекей үйлесімді люстры, все со вкусом. Мынау екінші жатын бөлмеміз, қыз балдарға арналған. Обои бәрі өте үйлесімді жарасып тұр. Бұл жерде біздің, мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, прям все со вкусом. Люстры, шторы, әп-әдемі. Және мына жерде біздің осы балдарға арналған ванная комнатамыз жуынатын. И және бұл жерде 4-ші. Ал бұл біздің уже 4-ші жатын бөлмеміз. Мені қараңыздар, осындай тамаша 4 бірдей жатын бөлмесімен, 3 бірдей сан торабымен, осындай керемет үйіміздің ішін толық обзор жасап біттік. Тоқтаңыздар, қазір мына жердің светі тоже әдемі жап-жарық. Оны қосуды ұмытып кетіппіз. Мына қараңыздар, не деген керемет проект. Барлық спальняларды бір шетке бөліп қойған. Мынау жаңағы өзінің жеке гардеробы. И және мінекей кеттік, енді сыртын тамашалаймыз. Бізбен бірге боламыз. Үй іздеген достарыңыздың бәріне осы тамаша видеоны жіберіп қойыңыздар. Әрбір қазағым осындай керемет үйлі болсын. Кеттік, сыртта обзор жасайық.
Ал мына сыртына келетін болсақ, жаңа ішін көрдіңіздер. Іші қандай тамаша болса, сырты да одан да әдемі тамаша. Міне полностью термопанельмен қапталған. Міне жаңа айта кеткендегідей, соңғы заманауи үлгідегі әдемі ремонт, мінекей утепление жүргізілген. Фундаментіне келетін болса, өте биік. Көлеміне келетін болсақ, 17-де 17-ні құрайды. Барлық жерде панорамный осындай үлкен терезелер. Сол жағымызда жаңа көрсете кеткен өте үлкен террасамыз, кухнядан шығып кететін өте биік баспалдақ. Мінекей осындай тамаша үй, қараңыздаршы, 2025-26 жылы әрбір қазағыма осындай үйлер бұйырсын. Ал сол жағымызға келетін болсақ, өте үлкен бастырма, бірнеше автокөлікке арналған биік, және бұл жерде тағы да мән беретініміз освещение. Барлық жерде фонари орнатылған, даже розеткасына дейін далада мінекей полностью орнатылған, өздеріне арнап салынған. Мінекей далада даже розетканы орнатқан, сыртқы колонкамыз да бар. Мына жерде тек далада қалған жұмысымыз, брусчатка төселмеген и газон егілмеген. Және ар жағымызда барбекю зона тұр, летняя кухня тұр и жазғы санторап тұр. Осындай тамаша дайын үй іздеп жүрген достарыңызға осы видеоны жіберіп қоямыз. Түнгі көрініс те өте тамаша. Мына фонарьлардың бәрі мінекей бәрі жанады, мына жердің бәрі освещение жүргізілген. Осындай керемет үй іздеп жүрген әрбір қазағыма Аллахым осындай үйлерді бұйырсын, нәсіп етсін. Үй іздеп жатқан достарыңыз болса, бізге беймарал шығып, толық мәлімет алсаңыздар болады. Барша қазағым осындай үй алсын, үй салсын. Бай болыңыздар.